So, hello everyone. Сәлем достар. Бүгін бізде болады. Бүгін біздің сабағымызда талқылайтын боламыз. Ағылшын тілінде қалай сөздігімізді да не қылуға болады жаңағы. Қалай сөздікті көбейтуге болады. Сол жайында мен өз ойымды өзімді бөлісетін боламын. So, let's go started. Ағылшын тілінде қалай сөздігімізді көбейтеміз. Яғни ағылшын тілінде ең бастысы бізде сөздігі. Енді ол сөздікті біз қалай үйренеміз, қалай көбейтеміз, қалай ол сөздікті ұмытпауға болады деген сияқты болады ғой. Соны қазір мен айтып беретін боламын. Енді кеттік, бастадық. Біріншіден бізге ағылшын тілінде сөздігімізді көбейтуге не көмектеседі және не көмектеспейді. Бұл әр адамның өзінің жаңағы есте сақтау қабілетіне байланысты да. Және де ол сөздікті қалай тез үйренуіне де байланысты. Мысалға, сіз бөлмеңізге стикерге жазып, сөздікті жазып, бөлмеңізге қойып қоясыз. Енді ол сөздікті сіз жаттауыңыз керек. Бірақ та сіз ол сөздікті жаттауыңыз да мүмкін, жаттамауыңыз да мүмкін. Бұл мүмкін жағдай. Енді сіздерге ең күшті жолын айтқым келіп отыр. Ең қызық жолын. Мысалға, сіз сөздікті жаттайсыз. Күніне 5 сөз жаттайсыз. Ол сөз ең керек сөз болу керек. Ең оңай сөз болу керек. Яғни күнделікті қолданыстағы сөз болу керек. Яғни сіз академиялық сөз жаттамауыңыз керек. Сіз жалпы сөздік жаттауыңыз керек. Яғни сол кезде сізде сөзіңіз көбейеді. И сол сөздік арқылы сөздікті сіз 5 сөз жаттайсыз. И сіз кино көру барысында сол сөздерді көрген кезде есіңізге түсіретін боласыз. Яғни, сіз мысалға кино арқылы жаттайсыз. Ол сөзді кино арқылы жаттайсыз. Яғни, кино көру барысында сіз сол сөздікті көресіз, естисіз, соны қайтадан есіңізге түсіресіз. Екіншісі, бізде сөздікті біз мысалға бір рет қана көрмейіп, оны бірнеше рет көрген кезде біздің, яғни бізде екі жады болады. Бірінші жады бізде ол көрген нәрсеміз, жаттаған нәрсемізді есінен шығарып жібереді. Екінші жады, оны біз қайта-қайта көрген кезде, қайта-қайта мысалға неған кезде, жұмыс жасаған кезде ол біздің есімізде, үлкен жадымызда сақталады. Бізде сөз жаттаған кезде солай істеуіміз керек. Яғни, мысалға, бүгін бір сөз жаттадық, ертең соны қайталауымыз керек. Сол кезде ол бізде үлкен жадымызға, яғни сақталады. Яғни, бұл бізде қайталау. Үшіншісі, яғни сіз кітап оқу арқылы сөздікті есіңізде сақтап алуыңызға болады. Яғни сіз кітап оқисыз, сол кезде ол сөздікті жазып аласыз да, оны сіз жаттайсыз. И екінші рет сол кітапты оқыған кезде сол сөзді мағынасын біліп тұрасыз. Яғни кітаптың не айтқысы келіп тұрғанын біліп тұрасыз. Үшіншісі кітап арқылы. Яғни кітап арқылы жаттайсыз. Ал төртіншісі
мысалға сіз сөйлеу арқылы ол сөздікті жаттауыңыз керек. Яғни сіз оны күнделікті өміріңізде қолдану арқылы жаттап аласыз. Мысалға мен басқа адамдармен ағылшын тілінде мысалға сөйлесу арқылы мысалға сөздіктерді жаттап аламын. Или болмаса мен білмейтін сөздіктерді мен жаттаймын. Мысалға ол осы кино көру барысында болады, или кітап оқу барысында. Сол кезде сіз білмейтін сөзін жазып жаттайсыз. Мысалға айтатын болсам, сіз бір сөзді жаттайсыз да, и онымен сөз құрастырасыз, и ол сөзді практика арқылы сөйлейсіз. Мысалға I take, мысалға көрсетіп жатырмын. I take this pen. I take, мына жерде мен жазуым кішкене түсініксіз болуы мүмкін. I take this pen. Енді сізге қараңыз, мына take деген сөзді жаттау керек болады да. Енді осы сөзді жаттау сізге қиын болып жатыр делік. Сіз оны күніге take алу деп жаттай бермейсіз да. И потом сіз бұл сөзді аласыз да, өзіңіздің өміріңізде қолдану арқылы жаттап аласыз. Мысалға, I take this pen, I take this ball, I take this деп әйтеуір бір сөздер құрастырып, осы take деген сөзді жаттап аласыз. Бұл мен ұсынып отырған не керемет жолдардың бірі деген ойдамын. Енді 4-ші жол бізде практика арқылы, яғни сөйлеу арқылы жаттау. Сөйлеу арқылы, яғни қолдану арқылы жаттап аласыз. Мына осы сіздерге ұсынатын 4 жолды мына көрсетіп отырмын. Бұдан басқа жол бар деп ойламаймын. Яғни сіз кино арқылы жаттауыңызға болады. Ол сөзді кітап арқылы, қолдану арқылы, яғни сөйлеу арқылы осы сөздерді өзіңізге қиын деп отқан сөздерді жаттап алуға болады екен. So guys, this lesson helpful to you, I think so. This lesson finished. I'm glad to see this lesson. See you next lesson. So bye bye.